Елімізде 100 нақты қадам жүзеге асса, мемлекеттік қызметтің сапасы жақсарары. Өйткені ел дамуын айқындаған жобада кәсіби мемлекеттік аппаратты жандандыру жұмыстарына баса назар аударылған. Сол тапсырмаларды сәтті жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өз жұмыстарын бастап кетті. Мемлекеттік қызметші болу өзге сала мамандықтарымен салыстырғанда әлдеқайда жауапкершілігі зор. Өйткені күнделікті атқаратын жұмыс тікелей халықпен тығыз байланысты. Сондықтан жаңа жобадағы 12-ші қадамда мемлекеттік қызметтің жаңа этикалық ережелерін енгізуге бағытталған. Мемлекеттік қызметкер болып жүрген Серік Айдаров бұл жаңашылдық кәсіби маман қалыптастыру үшін маңыздылығы ерекше деп біледі. Мемлекеттік қызметші тек мемлекеттік қызметті ғана атқармай, сондай-ақ көпшілікке, халыққа, бұқара халыққа үлгі болу тетіктерін ұсынады. Жобаның ерекшелігі бұл мемлекеттік қызметшілердің статусын көтереді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің жұмыс істеу барысына көптеген тиімділігін алып келеді. Бүгінде облыста 6000-ға жуық мемлекеттік қызметші бар. Олар өз қызметтерін мінсіз атқарумен қатар жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтан аулақ болуы шарт. Елбасының ел дамуы жолына арналған 100 нақты қадамында қоғам дертіне қарсы тұрудың тың тетіктері 13-ші қадамда айтылған. Ал ол міндетті жүзеге асыру мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жүктелген. Бұл бағытта департамент ішінде құқық бұзушылықтар мен жемқорлықтың алдын алуда жүйелі жұмыс істейтін бөлімдер құрылған. Бүгінгі күнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің жаңа тәжірибелері жүзеге асырылып келе жатыр. Халықтың арасында жемқорлыққа қарсы төзбеушілік принципін қалыптастыру мақсатында сауалнамалар алынуда, олар зерттеліп, тиісті жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Сонымен қатар бүгінгі күнде әлеуметтік сала деп айтамыз, білім саласы болсын, денсаулық сақтау салалары, өзге де тиісті салаларда халықтың арасындағы туындаған түрлі мәселелер бойынша біз арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, оның алдын алу шараларын, оның былайша айтқанда туындау мәселелерін анықтап тиісті жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Елбасы ұсынған 100 нақты қадамның 15 бөлімінде кәсіби мемлекеттік аппарат құрудың қарекеті қарастырылған. Бұл жолда департамент қызметкерлері еш аянбай еңбек етіп, тәуелсіз мемлекетімізді дамыған 30 елдердің қатарына енуіне барынша атсалысамыз дейді. Мархабат Көпбосынова, Руслан Бегалы, жаңалықтар қызметі.